Құрметті әріптестер, мына жердегі қойылып жатқан бағалар, формальды бағалар БЖВ жұмысына әсері бар екенін сіздерге айтып өткім келіп отыр. БЖВ жұмысы мына жерде қарасаңыздар, соңғы неде көрсетілмеген. Алдындары БЖВ жұмысы мен ТЖВ жұмысы журнал бетін ашқаннан бізде көрініп тұратын. Енді функциясын қарасаңыздар, мына жерде топты таңдайсыздар, жалпы сынып деген бар, бағалау деген бар, 90 жарты жылдық деген бар. Егер 90-дық болатын болса, жаңағыдай ТЖВ жұмысы қосылмайды. Енді сіздерге қазір мына жердегі БЖВ және ТЖВ қосу функциясы жоғарыда көрсетіліп тұр. Осыны басқан кезде БЖВ жұмысын қосуымызға болады. Неше БЖВ аласыздар, соның барлығын қосу мүмкіндігі бар екен. Енді қарасаңыздар, міне БЖВ жұмысы қосылды. Ал егер БЖВ жұмысын алып тастайын немесе артық БЖВ жұмысын қосып жіберген болсаңыздар, өшіруге болады. Мына жерде мен 90 бойынша бір ғана БЖВ жұмысы алуым керек. Онда мен не істеуім керек? Мына жоғарыдағы БЖВ жанда қызыл немен X деп көрсетілген, соны бір рет бассам, өзі жаңағыдай жұмыс өшеді екен. Ал енді қарасаңыздар, бір БЖВ жұмыс қалды. Енді кейбір бізде көбінде пәндеріміздің барлығы 90-дық жиынтық бағалау қорытылады. Енді сіздерге соны да көрсетіп өте кетейін. Ал енді аптасына бір-ақ рет болып жарты жылдықта қорытылатын болса, мынандай жағдай. Осы 90 бір ғана БЖВ, ал келесі 90-да бір БЖВ ТЖВ жұмыс алатын болсаңыздар, онда сіздер мына жоғарыдағы 90 жарты жылдық дегенде жарты жылдық деп көрсетулеріңіз қажет. Сонда көріп тұрғандарыңыздай тек бөлім бойынша жиынтық бағалау бір БЖВ жұмыс көрсетіледі екен. Мына жерге максималды бағалын қоясыздар, Enter батырмасын бассаңыздар, мына терезе сіздерде не істейді екен? Ашылады екен. Енді мен 90 бойынша қорытатынды көрсетейін сіздерге. 90 деп қоясыздар. Мына бір БЖВ жұмыс тұр. Осымен қоса бір ТЖВ жұмыс алатын болсаңыздар, плюс ТЖВ жұмыс дейсіздер. Көрсетілгендей. Мына жердегі қалыптастырушы бағаға назар аударыңыздар. 5, аңламас мақсат 5 және екісі күні 5 бал қойғам, 9 күні 8 бал қойдым. Енді аңламас мақсатқа БЖВ жұмыстан 8 бал алды дейін. ТЖВ жұмысын максималды бал 20 бал деймін дағына, Enter батырмасын басамын. Мына жерге 14 деймін. Көріп тұрғандарыңыздай БЖВ жұмысынан 30%, жоғарыда қарасаңыздар, БЖВ плюс Б деген, формативті бағалау БЖВ жұмысқа қосылады екен, әсері бар екен. Енді сіздерге әсерін көрсету үшін, мына жерде мақсаттың балдық жүйесіне, 10 балдық жүйе ғой бізде, соны мен 10 деп қоямын. Мұндағына мына 8-ін жақсы бір өзгеріс көріну үшін жоғары бал қойып жатырмын. 9 деп қойдым. Мақсаттың. Енді қарасаңыздар, мен қазір терезені жаңартуды басам, мына 8-де 14 болып тұр, 30% еді. 30% балдық жүйемен. Ал енді көрдіңіздер ме? Жаңа мен қалыптастырушы бағада мақсат формальды бағасын 5 және 8 тұғын, мен оны 10-да 9-ға өзгертіп едім. Мына жерде 38-де 6 болды. Яғни бұл алдын 30 еді. Көрдіңіздер ме? Қалыптастырушы бағаның өзі мына жерде әсері болып тұр. Осындай өзгерісі бар екен. Қарап көрсеңіздер болады.